Дана, бүгін сен сабақта оқыған шығармадағы бір сөйлемді түсінбедің. Жұрт аяғы басылды деген сөйлемді түсінбедім. Бұл сөйлемдегі жұрт аяғы басылды тіркесі ауыспалы мағынада қолданылып, тынышталды деген мағынаны білдіреді. Ауыспалы мағына, тура мағына сөздің бастапқы өзгермеген мағынасы. Ал ауыспалы мағына қолданыс барысында пайда болатын сөздің туынды мағынасын білдіреді. Ауыспалы мағына сөздің тура мағынасынан пайда болып дамиды. Мысалы, аяқ негізгі мағынада дене мүшесі, адамның аяғы, малдың аяғы. Аяқ ауыспалы мағынада соңы, ақыры дегенді білдіреді. Сабақтың соңы, әңгіменің аяғы. Түсінікті. Алина, мына мәтінде ауыспалы мағынада қолданылған сөз бар. Сол сөзді тауып көрші. Жарайды. Нұр-Сұлтан қаласының студенттер саябағында күн сағаты орналастырылды. Жобаның авторы сәулетші Антон Максимов. Сағаттың тілінде маңызды тарихи күндер бейнеленген. Сағатқа маңызды тарихи оқиғалар мен әйгілі тұлғалардың туған күндері жазылған. Сағат тілі ме? Дұрыс таптың.